жұқа әрі дәмді блини жасау үшін бірінші 3 жұмыртқаны алып, оған қант қосамыз, 1 қасық, үлкен қасықпен. Сосын араластырамыз жақсылап. Кішкене ғана тұз саламыз, шым-шым. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін 500 мл сүтпен 5 үлкен қасық ұн саламыз. Ұнды електен өткізіп отырамыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Аздап-аздап қана салып араластыруымыз қажет. Бізде осындай сұйық тесто шығады. Енді осыған 1 үлкен қасықпен сұйық май құямыз. Тапамызды отқа қойып, қызған кезде картошкамен жаңа сұйық май арқылы жағамыз. Сосын бір ожаудан құйып отырып, блинімізді дайындаймыз. Осылай қызарған кезде жиегін айналдырып шығамыз. Содан кейін екінші бетін қаратып пісіріп аламыз. Бізде осындай жұмсақ, жұқа блиніміз дайын болды. Ас болсын.